Аты жөнім Тасшабаев Кәрібай Бағдәулетұлы. 55 жылы туылғанмын. Бүгінгі таңда 61 жасқа кетіп баратырмын. Осы ламифареннің маған қандай пайдасы барын жалпы халыққа, Қазақстан халқына, білмейтін кісілерге айтуды жөн көріп отқан себебім менің жеке басымдағы бірнеше ауруларды жеңуге осы ламифареннің тікелей пайдасы болды. Біріншіден осы қант диабетіменен ауырғанымды мен сезген жоқпын. 2006 жылдан бастап мен қант диабетіменен ауырыппын. Одан тісім барлығы түсе бастады. Сосын имплантант салдыруға тіс дәрігеріне барған кезде олар мені операция жасаймыз деп ота жасауға дайындаған кезде менен биохимический анализ дейді, қанның құрамындағы тексерген кезде содан қанттың мөлшерінің, қанның құрамындағы глюкозаның 16 екенін айтты маған. Ол кезде мен 16 екенін не екенін де түсінбедім. Содан маған тіс дәрігерлері имплантант жасаудан не жасады. Сізге салуға болмайды, сіздің қантыңыз көп, қантты төмен түсіру керек деді. Сол 2006-тан бастап мен қантпенен күресуді бастадым. Бұл алғашқы кезде ешқандай да тәжірибе, опыт болмағаннан кейін қантпенен қалай күресуді білмей, ананы жеуге болмайды, мынаны жеуге болмайды деп бірнеше дәрілер ішіп, поликлиникада учетта тұрып, мынау менің ауырып жүрген история болезнь дейді ғой енді. Аурудың тарихы жазылатын, соның бәрінде мынада эндокринологта учетта тұратын, сөйтіп эндокринологтың учетында көп жыл тұрдым. Одан кейіннен бері келе қанттың қатты мөлшерінің көбейіп кеткені сонша мен адвокат болып жұмыс жасаймын Алматы қалалық коллегиясында. Алматы қалалық коллегиясында жұмыс жасап жүргенде сот процестерінде, кейбір күрделі сот процестерінде мен қатысуға жарамай қалдым. Себебі аузым құрғап, тілім кеуіп, сол процестерде сөйлемей қалып жүрдім. Содан кейіннен процесті қатыса алмайтын болғасын мәжбүр болдым 3 жыл бойы адвокаттық өзімнің жұмысымды өзім арыз жазып, біздің Алматы қалалық коллегиясына маған 3 жылға жұмыстан босатты, уақытша босатты. Сөйтіп салық комитеті, Әуезов ауданының салық комитетіне де арыз жазып, содан уақытша босатып, сөйтіп жүргенде өзімнің жеке машинеменен кетіп бара жатып, радиодан, Шалқар қазақ радиосынан осы ламифарен туралы естідім. Естігеннен кейін сол айтқан телефондарменен звондасып, сондағы мамандарменен сөйлесіп, мамандар маған өте жақсы кеңес берді. Кеңес бергесін өзім соны алып көрейін дедім. Сөйтіп алғашқы осыдан 3 жыл бұрын ба, 3 жыл бұрын ғой деймін, алғашқы ламифареннің осы ашылған кезінен бастап мен соны іше бастадым. Енді Аллаға шүкір, ламифаренді ойлап шығарған ғалымдарға рахмет, соны таратып жатқан осы Алматыдағы ұйымға, компанияға рахмет, соның қызметкерлеріне рахмет. Бүгінгі таңда жаңағы менің қант деңгейім, қан құрамындағы 16-дан осы 15 июль күні дейді ғой, шілде күні, 16 жыл 15 июль күні менің қантым тексерген кезде қазір 5-4 болды. 5-4 болды, қазір аузым онша құрғамайды. Мен қайтадан жұмысқа араластым, жұмысқа қосылдым. Бұл енді қант диабетінің өте қатерлі ауру екенін кісілердің барлығы біледі. Сондықтан оның қазақша айтқанда емі жоқ дейді. Бұлай емі жоққа осы ламифареннің бірден бір себебі тиіп, қанттың құрамын төмен түсіріп, бүгінгі таңда менікі өзімнің нормада тұрғандығын айтам. Оны қуана айтам. Одан қала берсе, қанттың кесірі болды ма, жоқ әлде басқа болды ма, мынау денемдегі басқа да аурулар қосып кетті. Оның біреуі мына ми тамырындағы күре тамыр дейді қазақша, сол бір венаның біреуінде желке тұсында тромбы болып, сол тромбының себебінен екі құлақта үздіксіз шуыл болады. Бір шілдедегі шырылдайтын бір шегірткелер болатын, шілде шыңыртқа. Сол сияқты тоқтамай шырылдайды. Тоқтамай шыңылдайды. Алғашқыда врачтар бұны құлақтың барабанынан кетті, басқа кетті деп бір түрлі обследованиеден өттім қаншама. Содан осы ламифаренді ішіп,
врачтар маған айтқан, сен естімей қаласың, туго ухус дейді ғой, естімей қаласың деп, мынау Саминнің ауруханасы дейді, содан обследованиеден өттім. Мына Сұңқар дегеннен обследованиеден өттім. Оның барлығы мынау менің қазіргі қолымда ұстап отқан кітапшамда бәрі жазылған. Содан ламифаренді сіздердегі Асқар Іздібайұлының қазақ радиосынан берілген медициналық кеңестерінен естідім. Ол жаңағы ламифареннің де осы қан тамырларындағы тромбыға пайдасы барын. Соныменен Аллаға шүкір, ламифареннің пайдасы болу керек. Қазір қайтадан есту қабілетім орнына келе жатыр. Бұрын машинаны жүргізе алмай қалған тұғым, қиын жүргізетін тұғым. Себебі құлақ естімей шыңылдап кететін. Қазір сол ламифареннен пайдасы болу керек. Енді қазір машина жүргізіп, көлік жүргізіп, жан-жағыма қарап, ориентир алып сөйтіп жүрмін. Үшінші айтарым, жалпы Қазақстан халқына ламифареннің жалпы адам ағзасына тигізетін пайдасының зорының бір себебі, себебінде дәлелі. Мына менің сол көзімде медицина тілінде айтқанда птерегиум дейді, қарашықты ет басып келатқан, шел басып келатқан. Қазақша шел басып келатыр дейді ғой. Сол шел басып келатқан осы ламифаренді пайдаланғалы бері шел тоқтады. Мен врачтарға Коновалов атындағы клиникаға мен көрінгенімде олар айтқан, сенің қарашығыңды басып көрінбей қалады, көремей қаласың. Бұны біз операция жасап алып тастайық деген кезде мен соған алдында келісіліп, кейіннен осы ламифаренді іштік та, сонымен қазір менің көзімде өсіп келатқан ет тоқтады, ол процесс тоқтады. Қазір кішкентай ғана түйін бар. Ол түйінменен қарашыққа жетпей тоқтады, соған енді өзім ризамын. Одан қала берсе, жалпы жұмыс қабілеті, өзім жасым 61-ге келді, енді орта жастан асыңқырап баратқан адамбыз. Жұмыс қабілетім қазір Аллаға шүкір жақсарып, сот процестеріне қатысып, адвокаттың өзінің жұмысы негізі өте күрделі болып саналады. Сондықтан көп оқу керек, көп білу керек. Біздің парламентіміздағы заңдардың өзі қайта-қайта өзгеріп, қайта-қайта шығып жатыр, солардың барлығын білу керек. Одан қала берсе, мына біздің қылмыстық кодексіміз, қылмыстық процессуалдық кодексіміз, азаматтық процессуалдық кодексіміз түгеліменен өзгеріп, осы 16 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа тіпті басқаша болып кетті. Соның барлығын оқуға күш жігер керек, оған көздің жанары керек. Одан жаңағы есту керек, есту қабілеті, одан қала берсе мидың жұмыс істеу қабілеті керек. Соның барлығына бірінші Аллаға, екінші осы ламифаренге ризалығымды айтқым келді. Жалпы Қазақстан халқына менің өзімнің жай тұтынушы есебінде айтарым, ламифаренді алған адам өкінбейді ғой деп ойлаймын. Енді тек қана кейбір адамдардың организмдеріндегі йодтары көбейіп кетсе ма, соны енді дәрігер айтып жатыр ғой, оған тура келмейтін сияқты. Енді маған сол ламифарен жақты. Сондықтан мен сіздердегі есеп бойынша мен өзі жылына бір 3-4 рет үлкен партияда алып тұрам, 10 банкіден, 10 қауашақтан алып тұрам. Соларды тауысып ішіп жатырмын. Сондықтан айтарымыз тек ризашылық сіздерге, істеріңізге сәттілік болсын. Біз адвокаттық жұмысымызды жасай берейік, халыққа қызмет жасай берейік. Сіздер сияқты халықтың қамын ойлап, халық үшін қызмет жасап жүрген адамдарға Алла қуат берсін, істеріңізге сәттілік болсын. Жалпы қазақ радиосын мен үзбей тыңдап жүргеннің біреуімін. Сіздердегі дәрігер, врачтар өте білікті, өте түсінікті. Біз енді көзіміз ашық оқыған адам адвокатпыз, шал кемпірлерге тіпті сондай түсінікті қылып айтқан кезде, қазақша айтқанда майын тамызып тұрып айтады, оның бәрі рас. Жұрттар ойлап қалмасын, оның барлығы жалған айтылып жатыр, бір белгілісіз тәжірибеден өтпеген дегендей. Шын мәнінде ғылыми тәжірибеден өтіліп, бұның бәрі дәлелденген. Мен енді жеке тұтынушы есебінде тағы да дәлелдеп отырмын. Қолымдағы медициналық картам бар. Одан қала берсе, жаңа құлақтың шыңылдағанын түсіретін мынау филиографиялық МРТ дейді ғой, магнитный резонансын томографияда түсіргендерім бар. Оның барлығы, осының барлығына енді
маған Астанадағы үлкен клиникаға бар деген, мынау нейрохирургиялық клиникада операция жасатып, мына тромбыны ашу керек, болмаса тромбы жабылып қалса, ми қабілеті, миға қан бармай қалады, сосын кейін адам қайтыс болады деген, қазақша айтқанда. Енді Аллаға шүкір, осы Астана клиникасына да барғым келген жоқ. Себебі қазір есту қабілетім келе жатыр, қан айналысы дұрыс болып жатыр. Сосын полиартрит деген аурумен ауыратын едім. Полиартриттің жаңа аяғы ұйып, аяқтар шымырлап, төменгі аяқ жіліншіктер, саусақтардың бастарының жаны кететін. Солардың барлығы Аллаға шүкір тоқтап келе жатыр. Ол енді үлкен жетістік. Жалпы айтқанда, ламифарин дегеннің өзі бір, біз қазақша ұғыммен айтқанда, бір Алланың жіберген бір көмегі шығар деп ойлаймын халыққа. Сондықтан сіздерге тағы да рахметімді айтамын. Осы ұжымға, сіздердің басшыларыңызға, халыққа таратып жатқан бүкіл Қазақстанның түкпір-түкпіріне, есіктегі табалдырыққа дейін апарып беріп жатсыздар. Менің Кентау қаласында тұратын қаншама өзімнің ел жұртыма осы ламифаринді таратып жатырмын. Таразда ата енем тұрады, соған алып беріп жатырмын. Олардың барлығы ата енем 78-де, екеуі түйдей жасы 39 жылғы. Екеуі де қазақ радиосының жаңа хабарын тыңдайды да, осыны ішіп, менің әйелімнің шешесі енем болады ғой, енді сол кісінің аяғы, сол тізесі бүгілмей қалған, жүре алмай қалған тұғын. Сол жаңағы Асқар дәрігердің айтуыменен соны жағып, денесіне жағып, оның үстіне целлофан тартып дегендей, сонымен қазір осы жақында ғана кіші қызымыздың ұзату тойына келіп, сөйтіп жүріп кетті. Бұрын ол кісі жүре алмай қалған, өзінің дәретіне шыға алмай қалған тұғын. Сондықтан бірден бір дәлелдің біреуі сол, жалғыз менің организм емес, 78-ге келген шал кемпірдің организміне де көмектесіп жатыр деген сөз бұл.